Белок алмасуы денеге қажет аса маңызды қоректік зат, әрі жасуша негізін құратын құрылыс материалы. Қоректік заттар түзілуі, ыдырауы ферменттердің қатысуымен өтеді. Ал ферменттер түгелдей белоктардан тұрады. Қанда газдар тасымалдайтын гемоглобин де белокқа жатады. Адамның жүріп тұруы, бір жерден екінші жерге жылжуы ет құрамындағы белоктар миозин мен актин талшықтарына байланысты. Адам денесін аурудан қорғайтын, иммунитетті қалыптастыратын антиденелер де белоктан тұрады. Қан ұюына қатысып, денені қансыраудан сақтайтын плазмалық фибриноген де белок. Дене қызметін қан арқылы реттейтін гормондардың көбі белок. Белок бұл энергия көзі. 1 грамм белок тотықса, денеде 4,1 кал, яғни 17,17 килоджол жылу пайда болады. Демек, белоксыз тіршілік жоқ. Яғни белок тіршілік көзі деген ұғымның дұрыс екенін көрсетеді. Белок құрамында 20 амин қышқылы бар. Олардың 12-сі адам мен жануар денесінде түзіледі, ал 8-і сырттан келіп түседі. Алғашқылары орны толар, соңғылары орны толмас амин қышқылдары. Лейцин, изолейцин, валин, метионин, гистидин, аргинин, триптофан, лизин, трианин, фенилаланин адам мен жануар денесінде түзілмейді. Бұл орны толмас амин қышқылдары асты жеткіліксіз болса, жас организм өспей қалады, жүдейді, оның өмірі қысқарады. Осы амин қышқылдардан тұратын белоктар аса бағалы, құнарлы, ал құрамында мұндай амин қышқылдары жоқ белоктар құнарсыздау деп аталады. Адамның күнделікті тағамында белоктың жалпы мөлшері жеткілікті болуға тиіс. Мұнымен бірге, ондағы құнарлы белок мөлшері 30%-дан кем болмағаны жөн. Қандай тағамдарда ақуыз бар? Ақуыздардың негізгі көзі жануарлардан алынатын тағамдарда: ет, сиыр еті, жылқы еті, қой еті, жұмыртқа, сүзбе және басқа да сүт өнімдері, құс еті, балық және басқа да теңіз өнімдері болып табылады. Ақуыздың көп мөлшері жаңғақтар мен тұқымдарда кездеседі. Фундук, жер жаңғақ, кешью, бадам, қарағай жаңғағы, асқабақ, күнбағыс және қара сора тұқымдары. Бұршақ дақылдарында да ақуыз көп. Фасоль, горох, жасымық, соя. Ақуыздар қорын қара бидай немесе бидай ұнынан жасалған ұнды үнемі тұтыну арқылы толықтыруға болады. Бидайдың қатты дәнді макарондары да ақуызға бай. Көкөністердің ішінде ақуыздың көп бөлігі спаржа, қияр, цукини, картоп, брюссель өскіндері, орамжапырақ, інжір, авокадо және тағы басқа кездеседі. Ақуыз мөлшері жоғары 10 тағам. Құс еті 17 граммнан 22 граммға дейін, ет 15-тен 20 граммға дейін, балық 14-тен 20 граммға дейін, теңіз өнімдері 15-тен 18 граммға дейін, жұмыртқа 12 грамм, қатты ірімшік 25-тен 27 граммға дейін, сүзбе 14-тен 18 граммға дейін, бұршақ дақылдары 20-дан 25 граммға дейін, жарма 8-ден 12 граммға дейін, жаңғақтар 15-тен 30 граммға дейін. Ақуыздың тәуліктік мөлшері. Ересек адам үшін күнделікті тұтынатын белок мөлшері адамның дене салмағының 1 килограммына 1,13-1,14 грамм қажет. Ал физикалық жұмыспен айналысатын адамдар үшін бұл норма дене салмағының 1 килограммына 1,15 грамм ақуыз немесе одан да көп ақуыз қажет. Спортшыларға тәулігіне 1 килограмм дене салмағына орта есеппен 2,15 грамм ақуыз қажет. Осы нормаға сүйене отырып, ерлер үшін орта есеппен тәулігіне 98-135 грамм ақуыз және әйелдер үшін 82-92 грамм ақуыз қажет. Диетологтардың ақуызды жеуге қатысты кеңестеріне тоқталсақ, диетологтардың пікірінше, бір тағамда өсімдік және жануар тектес ақуыз өнімдерін біріктірген жөн. Ақуыздың жеткілікті мөлшері мен сапасы бар ең сәтті қоспалар: сүт қосылған жарма, бұршақ қосылған жұмыртқа, күріш пен балық қосылған тағамдар, орамалар, сондай-ақ дәнді немесе бұршақ гарнирі бар ет пен құс деп санауға болады. Сондай-ақ ақуыз бен майдың ара қатынасын есте ұстаған жөн. Көбінесе ақуызға бай тағамдардың құрамына майдың көп мөлшері кіреді, яғни оларға ірімшік және жаңғақтар жатады. Олардың калориясына байланысты оларды көп мөлшерде пайдаланбау керек. Денедегі ақуыздың артық болуы не ақуыздың жетіспеушілігі денсаулыққа өте ауыр проблемалар тудыруы мүмкін. Сондықтан күн сайын ақуыз өнімдерінің жеткілікті мөлшерін тұтыну қажет.
Егер ақуыз мөлшерден көп пайдаланылса, денсаулық жағдайы да айтарлықтай нашарлауы мүмкін. Ең алдымен интоксикация пайда болады. Өйткені ақуыздың қорытылуы кезінде, әсіресе егер ол жануарлардан шыққан болса, ағзаға көптеген токсиндер шығарылады. Оларды жою үшін арнайы уақыт болуы керек. Ал біз оған қарамастан үсті-үстіне пайдалана береміз. Содан организмнің улануы мен асқазан ішек аурулары, гастрит, холецистит, панкреатит сияқты аурулар пайда болады. Сонымен қатар, жануар ақуызы қанда холестериннің жоғарылауын тудырады және жүрек-қан тамырлары ауруларын тудыруы мүмкін. Жақында ғалымдар кез келген артық ақуыз біздің денемізден майға айналады деген қорытындыға келді. Сондықтан ақуыз өнімдерін мөлшерден тыс пайдаланбау керек. Құрметті достар, сіздерге видеомыз ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.